Таңертең асықпай күшті ол оянған ғой негізінде. Мен тұрсам барлығы ұйықтап жатыр екен. Терезе есіктің бәрін ашып таза ауа кірсін деп. Мен тұрып жұмыстарымды бітірем дегенше бала шағам да оянып қалыпты. Ауа райы бүгін күшті болып тұр екен. Айтпақшы менің өріктерімнің барлығы осындай күшті болып пісіп жатыр. Осының барлығын теріп алып, енді басып алу керек. Бала шағамның түсінен самса кіріп шыққан ба бірдеңе. Самса деп қоймағаннан кейін бір хит болып жатқан самса бар еді ғой, соны жасайын деп шештім. Бізге сары май, қаймақ, жұмыртқа барлығын салып қамыр илеу керек. Бірақ енді қамырына сөз жоқ. Сап-сары күшті болып шығады екен. Оны жақсылап пакетке орап, морозилькаға салып қойдым. Салмасының барлығын дайындап, жарты сағаттан кейін алып кесе беруге болады. Қыздар жасаған кезде қамыры өте жұқа болу керек екен. Сол кезде қамыры енді күшті болады. Осындай әп-әдемі тюльпан гүл шығады екен. Ал бізге ас болсын. Айтпақшы қыздар, шиенің бәрін осылай қатырып тастадым. Бізде қысқа дайындық. Негізінде бүгін біздің маманың туылған күні. Яғни енемнің маманың өзі бар кезде туылған күніне қатты дайындалатынбыз. Неше түрлі пирог, торт жасап, дастархан жайып. Ал бұл жолы тек қана жетін нан жасап, Құран оқыттық.